Барлықтарыңа сәлем. Бүгін бізде 3-ші сабақ тегтерді жалғастыратын боламыз. Жалпы тегтерге келетін болсақ, бүгін біз сіздермен текст стильдерімен жұмыс жасайтын тегтерді қарастыратын боламыз. Яғни оның ішінде жирный шрифт, курсивный және де осы секілді тексттің түпнұсқасын көрсететін осындай тегтерді қарастыратын боламыз. Және де бұдан бөлек біз сіздермен осы ауқымды блоктар деп аталатын тақырыпты қарастыратын боламыз. Енді практика жүзінде қарастырайық. Ең алдымен текст стильдерімен жұмыс жасау үшін біз сіздермен мысалы мына жерде лорем ипсум деп аталатын осы бір текстті жирный шрифтпен жазайық. Ол үшін бізге B тегі көмектеседі. Мына жерде тап батырмасын басу арқылы Sublime текстте сіздер бірден осы B тегін бірден осы құрастыра аласыздар. Енді нәтижені көрейік. Көріп отырғандарыңыздай мына жерде жирный шрифт бізде шықты. Және де бұдан бөлек, мысалы мына жерде бізде ең соңындағы лорем ипсум сөзін мысалы бізде курсивный шрифтпен көрсету керек болса, мына жерде астына қарай түсірейін. Және де енді мына жерде ішіне біз лорем ипсум сөзін шығаратын боламыз. Сол кезде көріп отырғандарыңыздай, мына жерде бізде осы бір сөз курсивный шрифтта көрсетіліп тұр. Бұдан бөлек код деп аталатын тек бар. Қатарда бөлек салайық. Енді мына жерде код деп аталатын текті ашамыз. Және де мысалы x тең 2, y тең 3, және де print x плюс y деп жазып салайық. Сол кезде біз осы жазған код біз жазған күйінде шығатын болады. Бірақ та мына жерде қарап отырсаңыздар, біз интерді басқан боламыз, яғни жаңа жолға өттік, ал мына жерде барлығы да осы бір жолда шығып отыр. Бұның басты себебі HTML-де осы жаңа жолдар әрқашанда ескерілмейді. Яғни сіз мысалы қанша интер бассаңыз да, бұл жерде барлығы да бір қатарда жазылатын болады. Ал егер бізге осы жаңа қатар, яғни осы жердегі тұрған 30 топтарды ескеру қажет болса, да біз pre тегін қолдансақ болады. Pre тегін қолдану арқылы мына жерде кодтың әрқашанда міндетті түрде структурасын дұрыс жазу қажет. Көптеген студенттерде мен байқаймын, осы кодтың структурасы дұрыс емес, яғни былай мысалы қате түрінде жазылған, яғни бір рет бойынша жазған, ол әрқашанда дұрыс. Өйткені өзіңіз код көлемі үлкейетін кезде шатасып кетуіңіз мүмкін. Енді обновить ететін болсақ, көріп отырғандарыңыздай, бізде осы pre тегінің ішінде біз интерді басқан кезде, яғни біз жаңа жолға өткен барлық 30 топтардың барлығы да ескерілген. Біз қалай жаздық, сол бойынша pre тегінің ішінде көрсетілген. Енді келесі кезекте блоктармен жұмыс жасайық. Біз мына жерде көріп отырғандарыңыздай, бізде қатар саны ұлғайды. Енді осы қатардағы элементтердің барлығында бір ретке, яғни бір контейнерге салу қажет. Өйткені контейнерге салмасақ, олар бір-бірімен шатасып кетеді. Осы кезде бір контейнердің ішіне салу үшін біз бірнеше блоктарды пайдалансақ болады. Мысалы, мына жерде біз осы текстті бөлек бір блокқа салайық. Div деп аталатын блокқа саламыз. Және де астында тұрған осы span тегін BR мен бірге біз бөлек бір div тегіне салайық. Мына жерде қате кетіп қалды, яғни 30 топтар реттері дұрыс емес. Енді бұған тоқталмай қояйық. Ал мына жерде тұрған pre тегін біз бөлек салсақ болады. Pre және де hr тегін бөлек бір div ішіне салу арқылы біз осылай бір ретке келтірсек болады. Енді мына жерде обновить ететін болсақ, түк өзгермейді. Бұның, яғни бұл тектердің блоктардың бізге не қажеті бар деген сұраққа келетін болсақ, сіз мысалы қандай да бір стильмен жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни осы әр блокқа жеке-жеке стиль беретін кезде, сол кезде осы блоктар бізге қатты көмектесетін болады. Бұдан бөлек бізде section деп аталатын блок бар. Мысалы мына жерде p тегі тұр, барлығы да осы p тегінің ішінде тұр. Біз енді p-ны section тегіне ауыстырайық. Яғни секция деп аталады орысша. Section тегіне ауыстырамыз.
етеміз, түк өзгермейді. Өйткені бұл жай ғана блок. Блок бізге ешқандай да өзгеріс әкелмейді, тек ол бізге көп мүмкіншілігі келеді. Яғни біз осы блоктардың көмегімен әр элементті жеке-жеке бір контейнерге сала аламыз. Сол арқылы әрқайсысына жеке-жеке уникалды стиль берсек болады. Яғни стиль көрсете аламыз. Енді мына жерде div бар, section бар, тағы да бұдан бөлек article деп аталатын тип бар. Яғни мына жерде біз барлығын көшіріп алып, осы бір article деп аталатын тектің ішіне салып көрсетсек болады. Тағы да обновить етеміз. Өзгеріс көріп отырған жоқпыз. Бұл тек қана блок. Енді мына жерде бір сұрақ бар. Article тегін көрсетіп, яғни блогын, section және div. 3 блок болды. Үшеуі де ешқандай да қызмет атқармайды. Тек қана осы контейнерге салады. Енді осы 3 блоктың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Жалпы негізінде article тегі ол мына жерде сіз мысалы портал ашасыз, яғни жаңалық шығаратын, немесе өзіңіздің сайтыңызда жаңалықтар блогы болса, немесе комментарий блогы болса, сол кезде сіз осы article блогын қолдансаңыз болады. Осы арқылы сіз қандай да бір жеке тәуелсіз контентті көрсетсеңіз болады. Ал егер section тегін қолданатын болса, біз қандай да бір жаңалықтар емес, кез келген бір тақырыпта, бірақ мағынасы бір тектерді қолдана аламыз. Мысалы, section көмегімен біз осы жаңалықтарды бірнеше бөлікке бөлеміз. Мысалы, жаңалықтардың медиа файлдарын бөлек блокқа салсақ болады, контенттің бөлек, ал комментарий бөлігін біз бөлек блокқа салу арқылы осы sectionның көмегімен біз әрбір мағынасы бір блоктарды бір контейнерге жинасақ болады. Бұл енді sectionның қызметі, ал div тегі негізінде бұл өте көп, яғни өте жиі қолданылады. Бұл div тегінің көмегімен біз қарапайым жеке-жеке блоктарға, яғни контейнерге сала аламыз. Бұл енді блок, div блогы өте көп қолданғандықтан сайттың, яғни парақшаның кез келген бөлігінде кездеседі. Бұдан бөлек бізде nav деп аталатын блок бар. Nav блогының көмегімен біз менюді көрсете аламыз. Мысалы, қарапайым мына жерде текст жазайық, Google деп жазайық, темеге мысалы http Google кезек деп. Және де осыны көшіріп алайық. Яндекске бөлек жазамыз. Яндекс, және де Mail.ru. Енді обновить етеміз. Көріп отырғандарыңыздай бізде меню блогы шықты. Осы арқылы біз nav деп аталатын осы контейнер, яғни осы тектің көмегімен біз өзіміздің парақшаның менюін көрсете аламыз. Және де бұдан бөлек бізде footer деп аталатын блок бар. Footer блогы енді ең астында көрсетеміз. Footer деп жазамыз. Бұл блоктың көмегімен біз осы контенттегі, яғни өзіміздің парақшадағы ең астында тұратын блокты көрсетсек болады. Яғни мысалы бұған қарапайым былай жазайық, 2020 барлық блок қорғалған деп көрсетейік. Осы арқылы біз өзіміздің парақшаның төменгі бөлігін көрсетсек болады.